Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті мұсылман бауырлар, амансыздар ма? Алла тағала отбасыларыңызға амандық берсін, мал жандарыңызға береке берсін. Алла тағала елімізге тыныштық берсін. Мына тәңіршілдер деген бауырларымыз бар ғой, Алланың құдіреті. Осылардың интернеттегі насихат айтып жүрген 5-6 бар ғой, енді ұстаздары, насихатшылары. Солардың өзін басын бір жерге жинап қосса бар ғой, ай бірін-бірін өлтіріп қояды. Бірін-бірінің маскасын шешейін деп тұр ғой. Бірінің сөзі бірінікіне тура келмейді. Осы жолды ұстанып жүрген адамдарға айтар едім да, Алланың құдіреті кішкене ақылды істетсе, бұл нәрсенің дұрыс емес екенін түсінуге болады ше. Қараңыз, бір жаңағы өздерінің умай ана дегеннің өзіне біреуі бұны былай дейді, біреуі қума ол былай емес дейді. Осы умай ананың өзіне біреуі жер ана дейді, біреуі аспан дейді, біреуі басқа нәрсе дейді. Осының өзіне келісе алмайды ғой. Алланың құдіреті көк бөрінің өзіне әрқайсысы нәрсе айтады. Өздерінің айтып жүрген көк бөрілеріне. Енді қараңызшы, бір ұстаз айтады, бұл кісілер бірақ имамдарға тиіскен кезде не дейді? Сендер қазаққа тиіспеңдер, қазаққа. Айналайын, сіздер қазаққа, сіздер тиіспеңіздер қазаққа. Сіздердің ұстанымдарыңыз қазақтың ұстанымына тіптен тура келмейді. Біреу айтып жатыр, арақ біздің қазақтың ұлттық тағамы болу керек, өйткені ол арлы қазақ деген сөз дейді. Арақ ішу ол еш нәрсе емес, ол еш нәрсе қылмайды дейді. Ол біздің қанымызда бар дейді. Енді айтып жатқан нәрселер сұмдық. Енді біреуі келіп айтып жатыр, ЛГБТ ода тұрған еш нәрсе жоқ, бұл махаббат дейді. Егер адам бірін-бірімен жаңа жақсы көріп қаласа, ол еш нәрсе емес, адамның өз таңдауы дейді. Зина деген ол еш нәрсе емес дейді, ол махаббат дейді. Екі адам бірін-бірін ұнатса қосылсын, ода тұрған не бар? Біздің аталарымыз солай көбейді емес пе дейді. Серілік қылып әр жерде жүріп жаңағы көтертіп кете берді. Сөйтіп жүріп біз көбейген жоқпыз ба? Мен аталарымыз сондай болғанымен қуанамын дейді. Айналайындар, біздің қазақтар ондай емес. Сонда бізді жет атаға бөліп, руға бөліп, тіптен қажет емес қой. Кім қандай рудан екенін өзі білмейді ғой. Жаңағыдай қаңғып жүріп көтертіп кете берген болса. Біздің қазақ аталар дейді, мынандай болған деп айтып жатады да, бірақ біздің қазақтың қаймақтары Абай атамыз, Ахмет Байтұрсынов дінді ұстанған бүкіл аталарымыз бар, оларды мойындамайды, өйткені ұстанымдары тура келмейді. Енді айналайын бауырлар, айтыңыздаршы, нақты атын айтыңыздаршы, қай қазақ аталарыңыз, пәленше, міне осы жолды ұстанған деген нақты бір ата бар ма? Біздің қазақтың қаймақтарын сатқын дейсіздер, Алланың құдіреті. Күн біреуі бүйтіп отыр, осы дінге тиісіп отыр да, соңында не дейді? Біздің халифа Алтай атамыз дейді. Айналайын, сол халифа Алтайдың атамыздың жолымен жүрсеңдер, сендер мұсылман болуларың керек еді ғой. Ол аталардың ішіндегі ең керемет еді ғой, өйткені ол Құранды қазақшаға аударған адам еді ғой ол. Алланың құдіреті, сіздерге біз тура жолды тілейміз ғой. Сіздер бізге жау емессіздер. Біз сіздерге дұшпан емеспіз. Алланың құдіреті, бір жолда жүрсек екен дейміз да, бірақ осы аталарымыздың ұстап кеткен ислам дінінде, ислам жолында жүрсек екен дейміз да, әр жақтан әр нәрсені алып, халықтың миын ашпай ше.